Таң атты, кәдімгідей біз үлкен сапқа, построение деп айтамыз ғой, таңғы сапқа тұрып жатқан кезімізде бірден мысалға жарылыс болды да, бірден ғой бұл деген. Мен сол кезде мен өз басым бұл мүмкін емес, бұл арсеналдың жарылып кетуі, арсенал жарылып, бұл қарулы күштерінде осындай арсенал жарылып кетеді деп те ойлаған жоқпыз біз мысалға да. Мен өз басым айтайыншы, мен бүкіл өз басым мысалы ойлаған жоқпын. Тура осындай деп ойлаймын мен де, бүкіл қарулы күштердегі біздің 44-тегі арсеналдың жігіттері, қыздары деген сияқты да, бұндай болады деп ойлаған жоқпыз. Міне осындай жарылыстан кейін біздің өте әсеріміз өте қиын болды. Біріншіден отбасың бар, бала шағаң бар, екіншіден мына жауапты тұлғада отырған жауапты жұмысымыз бар деген сияқты да. Бірақ бұл жердегі құжаттарды тастап кету, бұл деген құжат бізде 18 мыңнан астам құжат бұрыннан қанша жылдардағы боеприпастардың, мысалы оқ-дәрілердің қанша журналдары деп айтсам да болады, мысалы өмір тарихы, паспорты десем де болады. Ол құжаттарды тастап кету мен үшін өте қиын болды. Бірақ біздің үлкен өзіміздің штаб бастығым, мен енді қанша дегенмен штаб бастығына бағынамын ғой, штаб бастығым полковник Ерімбетов мырзаға үлкен алғысымды айтамын. Негізінен келгенде өз атымнан алғысымды айтамын, отбасымнан алғысымды айтамын. Отбасыңа бар, мен осында қаламын деп сол кісінің бұйрығыменен мен шықтым. Бізде мысалы өрт сөндіретін командасы, мысалға да сол жігіттерге мен ырзамын да. Солар деген жарайды жігіттер, мысалы сол кезде көбісі жарайды жігіттер. Біз бұл дүниеде көруіміз мүмкін, көрмеуіміз мүмкін, о дүниеде кездесетін шығармыз деп өздерімен де қоштасып жатты ғой сол жерде. Қанша адам қоштасып жатты да мысалға. Бірақ әйтеуір мүмкін Алланың несі шығар, бәрі аман қалды ғой. Жүгіріп кетіп баратсақ, артыма қарасам біреудің дауысы шығады, айқайлаған. Ойладым, территорияны, ол жағасында, сол периметрдің жағасында. Сол артыма қарасам біреудің басы көрініп отыр жерде. Түтін жан-жағым бар, онша көрінбейді. Сосын балдарға айқайладым. Дауысым шықпай, дауысым келіп қалған, сөйлейін десем. Ана жігіт, біреу қалып кетіпті, соны алып кетейік барып деп. Сөйтіп бәрі жүгіріп еңкейіп кетіп барады, осколки жан-жақтан ұшып келіп түсіп жатыр ғой сосын, бастарын бұғып алып. Сосын не болса да бар, алып кете салайын деп сояққа қарай жүгірдім. Қарасам, ерсім бұрылған екен артында. Барып ана кісіні қозғалтсам, аяғы бөлініп кеткен аяғы былай. Жанына қарай қисайып сынғанын сразу байқадым. Көтерейін десем, шок болып қалған өзі. Сол қозғалмайды орнынан. Бір өзім ары қозғадым, бері қозғадым, күшім жетпеді біраз. Артқа ол дауысты естідім, мен де жүгіріп кетіп бардым. Сонымен жүгіріп кетіп барып естігенде артыма қарасам, майорымыз бұрылып кетіп бардым сол қарай. Бүйтіп қарауым ар шетінде ол кеп кісін бүйтіп айқайлап, оны айқайлап жатыр екен, көмектесіңдерші бізге деп. Шөп жаным жатыр екен. Сөйтті артқа бұрылдым да майорымызға көмектесті, мен де арға жүгірдім дальше. Оның чувствосы мен бірінші барып көргенімде мен көріп жылады ол айқайлап. Қалдық па өшірді, өле береміз ба енді өстіп. Мен айттым, жоқ, қалмаймыз өшірді, алып кетемін мен саған, көмектеп беремін өшірді. Жүріп кеттік. Көтеріп алдық, иығымызға асфальт екеуміз. Суриміз бір 50 метр жүгіреміз. Ырсылдап шаршап қаламыз екеуміз, шөлдеп тұрып, күш жоқ екеумізді. Сөйтіп анаған айтамын, екі аяғын салбыратып келіп жатыр ғой, суретіп. Өш жер келгенде мына жақтан ентігіп келді. Осы жақтан көрінді. Бері қарай бұлғадым, қолымды көтердім. Бізді көріп, өш жерден салып алып кеттім. Енді бұл жерде біздің адам аман алып қалу ғой берді, өзіміздің әскери қызметкерлерді. Бірінші аяққа түсті, тізең астына. Құладым, айналып, құлап едім, аяғым бір қарадым уже, арқама келіп түсті, жатып көтшен болдым. Бір сағаттай ма, бір сағаттан есімді әрең жинадым. Екі бетім жатам, өмірім көз алмай өтті. Аяқты тұрлап алдым, ішінен салдым, ішінен салып, аспан қарап жатып алдым. Кекпіні жаптым, қолдым, екі қолым тықтым да, осколка түседі ғой, үстіне тыр-тыр ыстықтай. Жата бердім, жыладық қой енді, өтірік айтпай қойын, 6,5 сағат жатып ше. 6,5 сағат, 4-5 сағат жылаған жатымыз, жағылып, құтқар, ешкім жоқ. Аман алып қойшы, хотя бы коляска болсам да өмір көргім келеді. Действительно, өмір көргім келеді. 500-600 метр ма, қолмайым. Соқтан жетсегіз олар сеткіден асып суға да көргіше. Олар тығып жата берген ғой.
бешкенің қасында анау СПМ деген бар ғой, СПМ деген оны іші сырты бронь қашып бар, асфальтқа шықты. Ойладым мен, короче. Құтқармайтын шығар. Асфальтқа шыққаннан кейін жүгірді ғой екеуі. Бір көзім жас кетіп қалған. Туған ағамызды көргендей болып қой. Олар білмейді мен аяғым сынған. Шок. Постоянно. Өздері дисковать етіп келіп тұрды, дисковать етіп. Асфальтқа жатқызды. МТЛ бар ма, көшенің соған жатқызды. Где-то уже на 20-й минуте тревогу сыграли, когда я его вывел на улицу. Ну там уже так интенсивность шла хорошая, взрывов туда-сюда. Потом уже этот процесс принял так необратимый характер. Все там вперемешку, рев, сплошной гул, РС летели, осколки. Вот от твердой поверхности все рикошетом шло, поэтому и когда давал команду людям уходить, чтобы уходили по пахоте. Там, по крайней мере, хоть осколки не отлетали, и люди все никто не пострадали, быстро ушли. Потом ветер как раз дул с севера тоже, вот как сейчас вот такой. Ну, не сильно большой, но легкий бриз. Оттуда вот уже вся эта гарь шла, вот этот. Уже, ну, как в тумане все было, темно, дышать нечем практически. И тем не менее, сообразили, что надо делать, действовали по инструкции с дежурным по части. Самообладание не потеряли. Людей, главное, спасли. Тоғыз примерно 5 минут, 10 минут кетті ғой 9-дан. Прямо тура алдымыздан шықты ғой түтін. Аппақ түтін шықты. Уже командир өзі шықты уже неден. Штабтан шығып, Невасына отырып, уже бәріміз уже территория, то заправка деп, сондай болып отыр уже. Бірақ заправка бар да ана жерде өзіміз, автопарктың жанында. Сол жаққа қарай жүгіріп, может заправка деп, заправка қарай жүгіріп бәрі уже по штабу уже сигнал берді уже. Сирена ойнады. Мен уже жүгіріп неге бардым? Автопаркке бардым. Автопаркке барсам, автопарктың уже территорияның іші екен. Шықсам уже техникалар шығып жатыр. Техникаларға қайсы екен, жармасып мініп, екінші КП-ға келіп, инструкция бойынша бәріміз алып, қолымызға алып, кіріп, уже барамыз деген уже күшейіп жатыр. Бардық, уже жақындадық. Ол жанып жатыр. Уже біздің қасымызға түсіп жатыр уже. Адамдардың арасына түсіп жатыр. Көрінбейді шаңнан уже адамдар. Уже сол кезде уже штаб бастығы да уже командирді қатарға жатқан. Назад деді ол. Полный эвакуация, артқа қарай шегін деді. Екінші КП-ға келіп, уже екінші КП-ға түсті. Екінші КП жарылды жан. Одан жағалап, цементтер жағалап, осы арамен жағалап өтіп, штабқа келдім. Штабта жаңағы Геннадьевич деген кісі уже нағылып жатыр, уже руль етіп жатыр. Период, семьяларын құтқарамдар, уже сөйтіп жатыр екен ол. Қазір бармыз, сәлден кейін қалмаймыз, сөйтіп айтып жатыр енді. Бірінші КП-ға бардым, біраз уақыт уже. Сағат, бір сағаттан уже, бір сағаттай уақыт бойы уже Наекордан жүріп келу уже. Бірінші КП-ға барып, бірінші КП-ға СПМ-ға кірсем, екі Невальный отыр екен. Сәл біраз отыра бергенде тоғы жоқ, шығайық деп шықса уже әйел, ненің базаның зафрандары бар әйелдер. Екі-үш әйел театр екен, біреуі жүре алмайды, бірін сүйреп, шаршаған. Оларды әкеп кіргізіп, СПМ-ға кіргіздік. Одан тағы екі контрактный служащий келіп қалды осы зафрандары. В общем, 8 ба, 9 ба, 8 адам болдық қой СПМ-да. Симай баратып, сосын қой, шығайын, қарайын деп сыртқа шығып, тір адам тіршілігін жасайды. Шықсам осындай таблетка тұр екен. От алдырып алдым өзім. Бар, білмеймін, от алдырып алдым қалай екен. От алдырдым, айтсам айдамағам да бұндай. Сөйтіп да қайттан от алдырып қойдым да, от алдырып тұр, жүгіріп кіріп аналарды кеттік деп әйелдерді алып шығып, ішінен салып бәрін. Поселкенің ішімен теріп шығып едім, мына жерде бұрышта магазин бар. Сол магазин қасынан шыққан кезімде гарнизон бастығы Невасымен келді, қарабай сержант вперед бар да, қайттан келмесем күтем. Мына жақта 8 адам қалып кетті әскери қызметкерлер.
сөйтіп осындай Ағдала деген жер бар, 8 километрдей осы жерден. Сояққа қарай шығып, адамдар тастап қайтып келдім. Келсем Дендра саябақтың алдында тұр екен. Командир тұр екен, тоқтадым. Шақырып алды, сөйтіп бронежилеттің каскасын берді сорадан. Мынаны киіп алып, футболканы шешіп сулап ал, мынандай неден иісі өтіп кетсе өкпеге жаман болады деп. Футболканы шешіп сулап, байлап, броникпен каскасын киіп алдым. Сөйтіп осы арт базаның бастығын полковник Ниязов саз берді қасыма. Бар, сен білесің, бетімен жағалап. Баллоның жарылса да дискімен барасың, бар аналар, адам 8 адам шығады. Осымен жағалап, андай оболокканың астымен түсесін деді. Екінші рельстен трассадан өтпей уже машина жүре алмайды уже. Тола ғой кілем. Қазір не алайын, жүре алмайсың. Тоқта деді, жарыласын точно, дөңгелек жарылады деді. Бай түсіп жатыр өз, жауап жатыр, былай қарай кетіп отыр көбісі. Артқа қайт келдік. Штабқа барыңдар деді, часть ешкім қалған жоқ уже. Осы жерде тұрған кезде осы лабораторияға түсті ғой. Мынау лаборатория штаб бәрі дірілдетті, полковник Ниязовтың басы жарылды арада. Төбеден қышпа бір бәле түсті да, баң қып жарылған кезде. Басынан уже қан кетті осы жерде. Неде штабтың алдында бомбовежущий бар андай. Соның ішіне кірсек уже оның андай шаң болып кеткенде жаңа зарядтан. Ішіне кіріп, басын обработка жасап, байлап полковник Ниязовтың. Сол жерде оттық біраз. Мен рация беріп, бірінші кіпіға қойды өзімді, штаб бастығы. 5-тен аса уже қорғаныс министр келді. Қорғаныс министр келді, рациямен шықтым, бірақ екеуміз-ақ штаб бастығында, менде рация бірінші өкпе. Бірінші бекетке жібер қорғаныс министр келді. Қорғаныс министр бастап кірді сағат 5-тен аса. МТЛ мен басын шығарып алған өстіп кіріп. Ана мен подвижной жылышытында бастап 5-тен аса кіріп, былай қарай кетті уже. Бөлім командирінен бұйрық келіп түсті, әскери техникаларды парк аумағынан шығарыңдар деген. Әскери техниканы парк аумағынан шығарып, Арыс қаласының сыртына шығардық. Сол кезде қорғаныс министрін алып кіресім деген пәрмен түсті. Жарылыс болып жатқан от ошағына кірдік. Жолда келе жатқанда жарылыстар, снарядтардың ұшуы, тағы да жолда жатқан жарылыс заттар біраз жолда болды. Солардың бәрін айналып өтіп, дәл техникада жанында отырды. Оңға, солға деген командалар берді. Мына жерден айналып өтті. Соны айналып өтіп, жүріп келе жатқанда алдымызда жоғары кернеулі тоқтар, высоковольтный столбар алдымызда жатты. Олардың бәрі напряжениеде болған екен. Оны да біз байқалмай өтіп кете беріппіз. Енді қорғаныс министрінің өзі жанында отырғаннан кейін кішкене адамға рух беріп, кішкене жігерлене түстік. Ол кісі де өзіміз сияқты қарапайым кісі екен. Жарылыс болған от ошағын тексеріп, қоймалардың бәрін айналып өткеннен кейін бар. Қауіпті аймақтан алып шыққаннан кейін бөлімнің штабына келдік. Қорғаныс министрі және бірнеше офицерлер өздері жиналыс өткізді. Жиналыста не айтылғанын білмеймін, бірақ сол кездің өзінде де жанымызда жарылыстар жарылып жатқаны, жиналыс болғанның өзінде техниканың ішінде болатын. Сол кезде де жарылыстар болып, жанымызда қоймалар жарылып, гүрсілдеп, снарядтар ұшып жатты. Қорқыныш сезім әрине болды, бірақ қорғаныс министрінің өзі жанында болғаннан кейін, ол кісінің өзі сабырлық танытып жүргеннен кейін кішкене қорқыныштың бәрі басылып, кішкене солай болды. Мен мына жерде қалып кеттім уже. Өшірем деген ой болды да менде. Өшіре аламын. Әлі КамАЗға айтып жатырмын, өшірейік, давай деп. Командир эвакуация берді ғой. Ал эвакуацияның шығып үлгере алмай қалдым. Жерде қалып қойдым ғой. Ал уже взрыв маған қарай, давлением бәрі маған қарай ұрып жатқан екен, шығып үлгере алмай қалдым. Соқа жүріп өткен жермін, яма кішігірім яма. Осы жерден болдым. Содан плашком жүрдім. Давлениеден ыстық өткеннен кейін тұрып ары қарай жүгірдім.
демалу мүмкін емес, порықтың иісінен демалу мүмкін емес. Одан бөлек тағы қысым бар, иістер бар, небір. Содан келіп, бір қойманың жанында тұрсып қарасам, уже реактивный снаряд кетіп отыр, ұшып жатыр жан жақтан. Осы үлкен жолмен келе жаттым. Келе жатқан кезде не істерімді білмей, осы қарап тұрған уақытымда осколкілер көз алдыма ұшып жатты. Огнетушитель лом бәрін сыртқа лақтырып, осы жерге кірдім, астына. И содан міне құмна пакетикте құмдар бар. Құмдарға алып, әскери билетімен осы су ішетін жаңа фляшканы алып, осы жерге көміп, осылайынан бүктеліп жаттым. Осылайынан. Осы кірпіштен шықтым, бастырылған күйі. Шықтымда осы 200 литрlik бочканың мына ол кезде жаңа тұрған бочка осылай. Осы бочканың ішіне өзім сүңгідім, үстін бәрін су қылдым. Су қылғаннан кейін не істерімді құлаттым оны осылай. Осылай құлатып, ішіне кіріп алғам осылай. Бүкіл взрывты осылай көріп жатырмын. Мына екі жақ барлығы от алып жарылып жатыр. Осылай жүгіріп келіп, осы өрт тоғанының жұмыссыз қалған өрт тоғанына келдім. Тереңдігі неше екенін білмеймін, бірақ бұдан шығу мүмкін емес. Қатты терең. Осылай өз-өзімді келіп, үлкен күшпен келіп тастадым. Ең соңғы жағына бардым. Өрт тоғанының. Ол мен ішінде болғанда бір жарты сағат көлемінде 100 мм танк оғы келіп ішіне жәшігімен келіп түсті. Сыртынан келіп қанша ұрған реактивный снарядтар бар. Кешкі уақыттарда ящикті алып, ақырын кірпіштерді қаладым өзімен. Үлкен биік болғаннан кейін, адам шыға алмайтын болғаннан кейін қалап, осылай өз-өзімді алып шығу болды. Кешкісін МТЛБ көлігі осылай көріп жатырмын. МТЛБ көлігі өтіп бара жатыр, бөлім командирі өтіп. Бөлім командиріне қарап айқайлайын десем, күшім жоқ, дауысым шықпайды. МТЛБ ол тек қана өзінің алдын ғана көріп бара жатыр. Мен көру мүмкін емес. Ол кісілер тек қана алдын көріп бара жатыр, шаңнан. Осылай қалдым. Түнімен бір тәулікке қалып, содан өрт сөндіру қалқанына барып, өзім әскери билетімді алып алдым. Өзімнің жаңа ашық сақтау алаңқайға барып, ол жерден жарақаттанған адамдар болса, алып шығу болды ойым. Периметрмен тек алға жүрдім. Қаланың сыртымен, периметрінің сыртымен веткіден өтіп, штабқа келдім. КФ-ға барсам, ол жердің бәрі үлкен не болып жатыр. Балдар кеп, осылай сені іздеп жатыр, бөлім командир. Қазір осы аға сапер маманында қызмет атқарып жатыр. Жалғыз ұлым бар негізінен, мен жалғыз ұлымды тастап кеттіп, ол тағы да, мысалы, 4-ші сынып, 3-ші сынып оқиды, ол кішкентай ғой. Бұл моментті негізі есімен түсіргім де келмейді. Бұл деген өте ауыр нәрсе. Негізі командирім бар, мысалға, командирім менен бұл жерде начальник штабам шық деген соң ғана шықтым мен. Сонда да мен, білесіздер ме да, қатты давлением көтеріліп кетсе де, мен осы қағаздарды тастап кету мен үшін қиын болды. Мен айтатындым, мүмкін осы жерде жата берейінші, не де болса, зато ертең менің жан дүнием тыныш болады деп айтамын да. Бірақ сонда да еді, анамыз ғой біз да, перзентіңді ойлайсың, тура екі оттың ортасында тұрасың. Бұл лауазым, негізінен келгенде лауазым деп айтсам да болады. Жаңағы мынау қарулы күштерде аналық бір өзімнің парызым деп ойласам да болады. Қиын, бұл өте қиын. Мен ешкімнің басына бұндай нәрсені салмасын деп тілеймін. Білмеймін, или біздің өзіміздің қайсарлығымыз ба, или өзіміздің тәрбиемізден ба, или өзіміздің басшылық құрамы осындай бір қарулы күштерді өстіп бізді қатайтып, бізді тәрбиелегені ма. Мен өзімнің үйге келген кезде түнгі сағат 10-дарға таман болдым, енді өзімнің шаңырағымда баламмен енді сол кезде ғана жыладым.
оған шейін бізде бір жылау, ол кезде бір қатты бір үрей болған жоқ. Бар арманымыз әйтеуір бір Аллаға ғана шынымды айтсам тапсырып отырдық. Өз басым, өзімнің жанымды бір Аллаға ғана тапсырып отырдым. Әй, мен тірі қалмаспын, қайтып шақырып қалай болады екен деген сияқты да. Сол кезде ғана өзім шынымды айтсам баламды көрген кезде ғана тоба дедім. Одан ертесіне келіп документтерімді көргенде де тоба дедім. Ананың айқайлаған сөздері уже жүрекке қатты осымен тигеннен кейін уже мен артқа бұрылдым да бірден. Өзіміздің бауырымыз болды, әлде де бір неғаған кезде ол өзіміздің коллектив болды, ол жерде ешкім тастамайды. Біздің орнымызға барғанда әркім де солай істелмеді, может сол кісіні алып жүріп бері қарай шығармайды. Біз өзіміз дауысын естіп жатқаннан кейін жібермеді бізді. Ол артқа уже бауырымыз қалып кетпесін деп. Ең мен қорқынышты өзім сезім болашағым болды жерде. Болашағым естеді екен. Іштен шыға алдым, мен болашағым именно сол городокта тұрады деп жаңағы. 3 қызым бар, әйелім бар. Солар шықты ма, шыға алмады ма іштен. Екі жігітке, короче, мен арқасында мен оларды көрген сайын қуанамын. Олар мен үшін герой. Уже түсіндім ғой мен. Қандай қымбат екен өмірім ше.